Жылдамдық, төзім, мінез бен жеңіске деген рух – бұл жеңіл атлетика. Бүгін спорт алаңы бағдарламасында спорт падишасының қыр-сырына үңілеміз. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде спорт алаңы. Бүгін біз адам мүмкіндігінің шегін сынайтын, әлемдегі ең көне әрі ең танымал спорт түрлерінің бірі жеңіл атлетика жайлы әңгімелесеміз. Жеңіл атлетика жүгіру, секіру, лақтыру және спорттық жүрісті қамтитын үлкен спорт әлемі. Бұл спорт түрі Олимпиада ойындарының негізі саналады. Бүгінде Ақмола облысында да жеңіл атлетика қарқынды дамып келеді. Алдымен өңір спортының тынысымен танысайық. Ақмола облысында жеңіл атлетикамен жүздеген жасөспірім тұрақты түрде айналысады. Өңірде балалар мен жасөспірімдер спорт мектептері жұмыс істейді. Жас спортшылар аудандық, облыстық және республикалық жарыстарда топ жарып жүр. Жеңіл атлетика спортшыдан тек физикалық дайындықты ғана емес, үлкен тәртіп пен табандылықты талап етеді. Таңғы жаттығу, тұрақты дайындық, дұрыс тамақтану бәрі жоғары нәтиженің кепілі. Тренерский стаж у меня уже более 15 лет. Жаттықтырушылық еңбек өтілім 15 жылдан асады. Кезінде жеңіл атлетикамен айналыстым, спорт шеберімін. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, республика жарыстарының жүлдегері, әлем кубогының қатысушысымын. Дене шынықтыру институтын тәмамдап, жаттықтырушы болып еңбек жолымды бастадым. Мен тәрбиелеген спортшылардың арасында да республикалық жарыстардың чемпиондары мен жүлдегерлері, халықаралық жарыстардың қатысушылары бар. Жеңіл атлетика спорттың патшайымы. Көп адам оның нақты не екенін толық түсіне бермей, кейде оны гимнастикамен салыстырады. Жеңіл атлетика адамның көптеген дене қасиеттерін дамытады, жылдамдықты, төзімділікті арттырады. Сонымен қатар спортшының мінезі шыңдалады. Бұл да өте маңызды. Жеңіл атлетика жүгіруден ғана тұрмайды. Оның құрамына секіру, найза, балға лақтыру, ядро итеру секілді көптеген түрлер кіреді. Жалпы дисциплиналар өте көп. Жүгірудің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Қысқа, орта қашықтыққа жүгіру және тағы басқа. Қазір спорт жақсы дамып келеді. Жаңа спорт нысандары салынуда. Былтыр стадиондағы жүгіру жолы жаңартылды. Облыс басшылығы спортты дамытуға үлкен көңіл бөліп отыр. Қазір заманауи технологиялардың заманы. Балалар компьютер мен телефонға көбірек әуес. Спортқа деген қызығушылық бұрынғыдай емес. Сондықтан балаларды спортқа көбірек тартқымыз келеді. Ата-аналарды балалардың спортқа баулуға шақырғым келеді. Бұл міндетті түрде жеңіл атлетика болуы шарт емес. Кез келген спорт түрі гаджетке уақытты өткізгеннен әлде қайда пайдалы. Ең бастысы балалардың физикалық тұрғыда дамуы. Сондықтан келіңіздер, жазылыңыздар, жаттығыңыздар. Жеңіл атлетикамен 8 жастан бастап айналысуға болады. Яғни балалар 2-ші сыныптан бастап қатыса алады. Балалардың айтуынша, аптасына 4-5 күн спортпен шұғылдану оқуға кедергі келтірмейді. Керісінше, үздік болуға ынталандырады. Спортпен айналысатын оқушылардың көпшілігі сабақты жақсы оқиды. Тек физикалық жағынан емес, рухани жағынан да жан-жақты дамыған. Сонымен қатар, спорт адамды тәртіпке, жауапкершілікке және төзімділікке үйретеді. Денсаулығы мықты адам оқу мен өмірде де жоғары жетістіктерге жете алады. Занимаюсь легкой атлетикой уже, наверное, 10 лет. Жеңіл атлетикамен 10 жылдан бері айналысып келемін. Спорт шеберіне үміткермін.
Бала кезімде бұл спортқа анам алып келді. Содан бері осы спортпен айналысып жүрмін. Қазір Қазақстанның 14 чемпионымын. 2 рет Азия чемпионатына қатыстым. Жеңіл атлетиканың құрамына көптеген спорт түрлері кіреді. Бала спортпен айналысамын десем, міндетті түрде өзіне ұнайтын бағытты табады. Ұзындыққа секіру, кедергілер арқылы жүгіру, спринт және тағы басқа. Мұнда әр бала өз спорт түрін таба алады. Достарымның барлығы жеңіл атлетшілері. Бірге жаттығамыз, араласамыз, қызығушылықтарымыз ортақ. Күніне 2 рет жаттығамыз. Жеңіл атлетикаға толықтай берілгенмін. Бос уақытымды осында өткіземін. Қазір жаттықтырушым Алмагүл Әлібек қызымен бірге 16 мамыр күні Шымкент қаласында өтетін Қазақстан чемпионатына дайындалып жатырмыз. Жастарға айтарым, спортпен айналысып жақсы оқыңыздар. Бұл бір-бірімен тығыз байланысты. Өйткені спортпен шұғылдану адамның физикалық денсаулығына ғана емес, психикалық саулығына да оң әсер етеді. Слушай внимательно. Сейчас играем. Поэтому осторожно, аккуратно, без травм, не толкаем. Играем только в мяч, двигаемся, постуемся, не стоим на месте. Все понятно. Я занимаюсь легкой атлетикой. Жеңіл атлетикамен 9 жасымнан бері, яғни 4 жыл бойы айналысып келем. Қалалық жарыстардың жеңімпазымын. Жеңіл атлетикада жүгірумен секіру ұнайды. Бала кезімде аулада жүгіргенді жақсы көретінмін. Кейін ата-анам мені осы спортқа алып келді. Содан бері спортпен шұғылданып жүрмін. Жаттығу әрдайым қыздыру жаттығуларынан басталады. Жеңіл атлетика белсенді жаттығуларға толы спорт түрі. Мұның бәрі өте ұнайды. Оқу мен спортты қатар алып жүруге үлгерем. Спорт кедергі емес, керісінше белсенді болуға және жақсы оқуға көмектеседі. Аптасына 4 күн жаттығам, бәріне үлгерем. Жеңіл атлетика бекерге спорт падишасы аталмайды. Өйткені көптеген спорт түрінің негізінде дәл осы жүгіру мен қозғалыс мәдениеті жатыр. Бүгінде әлемдік ареналарда қазақстандық спортшылар да ел намысын абыроймен қорғап жүр. Ал өңірлердегі жас спортшылар болашақ чемпиондар. Мне 14 лет. Жасым 14-те. Жеңіл атлетикамен 2 жыл бойы айналысып келемін. Аптасына 4 күн жаттығамын. Жаттықтырушым Анатолий Михайлович өз ісінің маманы. Мені спортқа әпкем алып келді. Жалпы біздің отбасымыз спортқа жақын. Біз шаңғы, ат спорты мен триатлонмен айналысамыз. Түрлі қалалық және облыстық жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жүрмін. Спорт үлкен еңбек. Адам физикалық жағынан да, психологиялық жағынан да мықты болуы керек. Спортшылар көп. Әрқайсысы чемпион болғысы келеді. Сондықтан бәсекелестік жоғары. Сол себепті адам үнемі жаттығуы қажет. Спорт жақсы оқуға да көмектеседі. Менің үлгерімім жақсы. Жаттықтырушым спорттық жүріспен айналысуға кеңес берді. Болашақта жақсы нәтижелерге жетемін деп ойлаймын. Мне 11 лет. Жасым 11-де жеңіл атлетикамен айналысып жүргеніме 3 жылдан асты. Алғашқы жарысымда 1-ші орын алдым. Қатысқан жарыстарымның көбінде жүлделі орындарға ие болып жүрмін. Болашақта еліміздің намысын халықаралық деңгейде қорғағым келеді. Я занимаюсь на легкой атлетике более 3 лет. Спортпен 3 жыл бойы айналысып келемін. Түрлі жаттығулар жасаймыз, секіреміз, 100 және 200 метрге жүгіреміз. Бала кезімнен жүгіруді өте жақсы көремін. Бір күні анаммен стадионда жүгіріп жүргенімде жаттықтырушы келіп, жеңіл атлетикамен айналысуды ұсынды. Мен келістім. Содан бері жарыстарда жиі жүлделі орындарға ие болып жүрмін. Әзірге бұл тек қалалық жарыстар. Болашақта чемпион болып, елімнің намысын қорғаймын деп үміттенемін. Елімізде чемпиондар аз емес. Оның бірі Евгений Мелешенко. Ол Пекинде 2001 жылғы бүкіл әлемдік универсиадада 400 метрге кедергілер арқылы жүгіруден Қазақстан рекордын орнатты. Қашықтықты 48-46 секундта жүгіріп өтіп, күміс медаль жеңіп алған. Бұл нәтиже 25 жыл бойы Қазақстан рекорды болып тұр. Является рекордом Казахстана на данный момент. Қазір бұл Қазақстан рекорды. Жеңіл атлетикаға әкем алып келді. Ол да кезінде жеңіл атлетші болған. Қазір мен жаттықтырушымын. Болашақ чемпиондарды тәрбиелеп келе жатқаныма 8 жыл болды. Жеңіл атлетика ең қолжетімді спорт түрлерінің бірі. Оған жүгіру, секіру, кедергілер арқылы жүгіру, ұзындыққа секіру жатады. Бала жаттығуға келгенде жаттықтырушы біртіндеп оның мықты қырларын анықтайды. Осылайша қай спорт түріне бейімі көп екенін айқындайды. Қазір жазғы жарыс маусымы басталды. Жеңіл атлетика көбіне жазғы спорт түріне жатады. Балалар түрлі жарыстарға дайындалу үстінде. Дайындық қызу жүріп жатыр. Облыста бұл спорт түрі жақсы дамыған. Ел чемпиондары халықаралық жарыстардың жүлдегерлері өте көп.
Сонымен қатар спорт шеберлері де аз емес. Жеңіл атлетика тек ірі қалаларда ғана емес, Есілде, Щучинскте, Атбасарда да дамып келеді. Ол жақтардан да чемпиондар шыққан. Жеңіл атлетика салауатты өмір салтының негізі. Бүгінгі жас спортшылардың арманы мен талпынысы ертең ел мерейін асқақтататын үлкен жеңістерге айналу мүмкін. Ақмола өңірінде спортқа қызығатын жастардың қатары артып келеді. Бұл болашаққа деген сенімнің белгісі. Жеңіл атлетика спорт қана емес, ол ерік пен жігердің мектебі. Әр секунд, әр қадам үлкен еңбекпен келеді. Салауатты өмір салтын таңдап, спортпен шұғылданыңыздар. Спорт алаңы бағдарламасында келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.